Алладан афият сұрау деген не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлем былай дейді: сендерден кімде кім өзі, бала-шағасы, мал-мүлкі үшін уайымсыз, денесі қиындық пен дерттен аман, қасында халал күндік жейтін азығы болған күйде, әр күнін солай бастаса, осы дүние және ақырет нығметтері өзіне берілгендей болады. Ол афият сұрау деп аталады. Алладан афият сұрау яғни деніңізге амандық саулық сұрау үшін мына дұғаны оқыңыз. Аллахумма инни ас'алукал афва вал афията фид дуnya вал ахира. Аллахумма инни ас'алукал афва вал афията фи дини ва дуньяя ва ахли ва мали. Аллахумма астур яурати ва амин рауяти. Аллахумма хфазни мин байни ядая ва мин халфи ва ян ямини ва ян шимали ва мин фауқи ва аюзу би азаматика ан уғтала мин тахти. Я Алла! Сенен мен осы дүние және ақыретте жарылқау мен есен амандықты тілеймін. Уа Алла! Сенен мен дінімде, тұрмыс тіршілігімде, отбасым мен мал-мүлкімде жарылқау мен есен амандық тілеймін. Уа Алла! Менің әбүйірімді өзің бүркеп қойғайсың, мені қорқыныштан аман еткейсің. Уа Алла! Мені алды артымнан, оң жақ сол жағымнан және төбемнен де өзің сақтағайсың. Сондай-ақ кенеттен қиянатқа ұшырап, өліп кетуден өз ұлылығыңнан пана сұраймын. Раббымыздан афият қалай сұралады? Қағбаны көргенде қағбаның есігі мен мақам арасы, рүкін мен мақам арасындағы дұғалар қабыл болады. Бұл жерлерде сіз өзіңіздің тілектеріңізді мұқият таңдап, өзіңізге муафият, кешірім және афият, денсаулық тілеуіңіз керек. Күнәларыңыз бен кемшіліктеріңіз үшін Алладан кешірім сұрау керек. Муафият дегеніміз, Аллах сені адамдарға, ал адамдарды саған қарыздардан сақтайды. Афият туралы әр түрлі пікірлер бар. Имам Шафиғи рахимахуллахи бұл дінді бидғаттан, амалды апаттан, нәпсіні нәпсіден, жүректі күмәннен құтқару дегенді білдіреді. Бұл афият дұғалардың қасиетті қадір түнінде де, тіпті күнделікті 5 уақыт намаздан соң дұға тілектеріңізге қосып оқысаңыздар да болады. Кейбіреулер бұл дінде тура жолда болу, салихтармен бірге болу, және олардың әңгімелеріне қатысу, уақыт өткен сайын мойынсұнушылықты арттыру дегенді білдіреді. Кейбір ғалымдар бұл барлық шешімдерді Алланың қалауымен қабылдайтын жүрек деп есептеген. Сондай-ақ афиятты пәле келтірмейтін нәпсі, қасірет тудырмайтын дос, екі жақтылық белгісі жоқ амал және шаршамай-ақ алған ас дегендер де болған. Ислам ғұламалары афият бұл Аллахтың сені өзінен басқа ешкімге мұқтаж етпеуі деген. Бірде Хаким рахимахуллахидан афият дегеніміз не? Дегенде ол былай деп жауап берген: бұл мықты иман, сау жүрек, салауатты дене және мейірімді Аллаға тәуекел ету. Әбу Бәкір әл-Уәрақ рахимахуллахи афият құлдың иманмен өліп, әулиемен бірге қайта тірілгені, сират көпірінен сабырмен өтіп, ақырында жәннатқа кіруі деген анықтама берген. Ислам ғұламалары афияттың 10 белгісі бар, оның 5-еуі осы дүниеде, 5-еуі ақыретте беріледі деген. Бұл дүниеде көрінетін 5 белгілері мынау: ілім мен амал, шынайылық пен ықылас, алғыс пен шүкірлілік, белгіленген тағдырды қабылдау. Афият діннің бидғаттан, амалдың апаттан, нәпсінің шахуаттан, жүректің пайдасыз қиялдардан аман болуы, құтылуы деген. Афиятқа жету мүмкіндігі бар амалдардың бірі: Алланың әл-Фаттаху есімін 70 рет қайталаса, жүрегі нұрланады, көңілі шаттанып жай табады. Кімде-кім таңғы намаздан кейін Ихлас сүресін 11 рет оқыса, ол күні оған бірде-бір күнә жақындамайды. Шайтан азғыруға тырысса да қорғанған болады. Афияттың ең басты көрінісі тақуалық екенін айта кеткеніміз жөн болар. Тақуалық дегеніміз иманнан кейін тұратын мұсылманға ғана тән ерекше қасиет. Тақуалық шынайы қорқыныш пен Аллаға деген кіршіксіз махаббат. Қорқу ол Алладан қорқу. Алланы танымаған одан қорықпайды. Кім Алланы терең танып білсе, сол арқылы нағыз сүйіспеншілікке жетеді. Ұлылығына сай деңгейде оған бас иіп қорқуына келеді. Ол қорқыныш, жүректің тек қана Алла деп соғуы. Адамды әр түрлі жаман қасиеттерден, тәкаппарлық, қызғаныш пен көре алмаушылық сияқты, және тағы басқа да көптеген күнәлардан тазарып, парыздар мен сүннеттерді шын ықыласпен орындауға бастайды. Міне, тақуалықтың ең жоғарғы дәрежесі осы. Тақуалықтың ең биік шыңы Құранда: иман келтіргендер,
Алладан оған лайық дәрежеде қорқыңдар және тек мұсылман болып өліңдер делінген. Бұл аяттың терең мағынасы одан қалай қорқу керек болса, солай қорқыңдар делінген. Алла тағаланың ұлылығы осыған сай ұлылық. Дегенмен бұл әмірді орындаудың шегі жоқ. Бұл аят түскенде сахабалар қатты қорыққан. Тіпті өңдері қуарып, жақтары әп-сәтте қушиып сала берген. Көп намаз оқығаннан аяқтары ісіп, маңдайларына шор біткен. Асқа да, жұбайларына да жақындауға зауқлары соқпады. Бірақ бұл биік деңгейге қол жеткізу жолындағы сынақ еді. Артынша бұл сынақты жеңілдетіп, Алла оларға басқа аят түсірді. Күшіңіздің жеткенінше Алладан қорқыңдар. Алла тағала адамға шамасы келмейтін жүк артпайды. Сондықтан әркім өз шамасының жеткенінше Алладан қорқуы тиіс. Бір хикаяда жүк тасушы Омар атты бір кісі үнемі, Аллам, сенен афият сұраймын деп дұға жасайды екен. Одан, бұл дұғаңның хикметі не? Деп сұрағандарға былай жауап беріпті. Ең алғаш жасаған жұмысым жүк тасушылық. Бір күні ауыр ұн тасып жатыр едім. Сәл демалып алайын деп оны жерге қойып, өз-өзіме, уа, Раббым, әр күн маған шаршатпай 2 тілімнен бер, соны қанағат қылайын дедім. Сол кезде айналама қарасам 2 адам төбелесіп жатыр екен. Татуластырайын деп қастарына барып едім, біреуі қолындағы затпен басыма бір қойып қалды. Басым қанай бастады. Сол кезде сұлтанның әскерлері келіп, оларды тұтқындады. Менің басым жарылғанын көріп, төбелеске қатысты деп ойлап мені де түрмеге жауып тастады. Біраз күн қамауда болдым. Күнде 2 тілімнен беретін еді. Бір күні түсімде мынадай дауыс естідім. Сен қиналмай 2 тілімнанның болғанын сұрап, афият сұрамадың. Сондықтан саған тек сұрағаның берілді. Оянып кеттім. Сосын афият тілей бастадым. Күндердің бірінде зындан есіктерін ашқандарын көрдім. Күзетшілердің бірі, жүк тасушы Омар қайда? Деп сұрады. Сосын мені тұтқыннан босатты. Сол күннен бері тек афият тілеп келемін. Демек, осы хикаяттан түсінгеніміз Хаким рахимахуллахидан. Афият дегеніміз не? Дегенде, ол былай деп жауап берген. Бұл мықты иман, сау жүрек, салауатты дене және мейірімді Аллаға тәуекел ету.